Қайырлы күн, балалар. Біз сендермен бүгін «О ақтан жас» өлеңінің көркемдік ерекшелігіне сай талдайтын боламыз. Өткен сабақтарда біз Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңінің тақырыбы мен идеясын анықтап, өлеңді мәнерлеп жат қайтқан болатынбыз. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты өлеңді құрылысына қарай талдап, эпитет, қайталау түрлерін анықтаймыз. Және де осы ұғымдардың қандай мағына беретінін біліп алатын боламыз. Балалар, «О ақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің» деген жолдардан нені байқадық? Иә, бұл жерде сұраулы сөйлемдер кездесіп тұр. Яғни сұраулы сөйлемдер сұрақ белгісі арқылы белгіленіп тұр. Алайда өлеңде кейде автор сұрақтың жауабын қажет етпейтін сұрақтарды қояды. Яғни бұндайларды сұрай арнау деп атайды. Сұрай арнау, арнауда қойылған сұрақтарға автор жауап күтпейді. Өйткені олар ешқандай жауапсыз-ақ түсінікті, арнаудың өн бойында өзінен өзі анықталып жатыр. Сұрай арнаудың мұндай түрін шешендік немесе риторикалық арнау деп атайды. Демек, біздің бұл өлең жолдарындағы сұраулы сөйлем риторикалық арнауға жатады екен. Балалар, қайтадан сол өлең жолдарына тағы да назар аударайық. Осы жерде бір қайталанып тұрған сөз «ме екенсің, ме екенсің». Өлеңнің өн бойын байқасаңыздар, осындай қайталаулар жиі ұшырайды. Мұнда өлеңнің әр жолының соңындағы, немесе әрбір ой ағымының аяқ жағындағы бір сөз бірнеше мәрте қайталанып отырады. Мұны кезекті қайталау, яғни эпифора деп атайды екенбіз. Яғни эпифора дегеніміз сөздің аяғының қайталауын айтады екенбіз. Ал сөздің басқа сөздері қайта-қайта қайталанатын болса, оны біз анафора дейді екенбіз. Біздің бұл өлеңде эпифоралар көбірек кездеседі екен. Мына өлең жолдарына назар аударайықшы. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бойы кетер мекенсің. Бұл жерде жарық сәуле деген сөз тіркесіне назар аударайық. Бұл эпитет. Айқындау, яғни эпитет дегеніміз заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сөз. Мәселен, сұр бұлт десек, бұлттың сөзін сұр деген сөз айқындап тұр. Бұлттың сұр екенін сұр деген сөз айқындап тұр демек. Бұл жерде сәуленің жарық екенін айқындап тұр. Демек, жарық деген сөз эпитет. Эпитеттер әдетте қандай деген, қай деген сұраққа жауап беріп, көбіне сын есім болады екен балалар. Балалар, енді өлеңді құрылысына қарай талдайық. Құрылысына қарай талдау дегеніміз, өлең жолдарында неше буын бар, өлең қандай ұйқастардан құралған, сол мәселеге тоқталатын боламыз. Балалар, біз буын санын анықтау үшін өлеңді оқыған кезде буынға бөліп оқимыз. Бірінші қатарға қараңыздар. О ақтан жас, жеті буын. Сен де жетер ме екенсің. 8 буын. Бұл жерде демек өлең 7-8 буынды. Алайда біз өлеңді оқыған кезде жетер мекенсің деп бірге оқимыз, яғни екі е дыбысы бір-бірімен бірігіп кетеді екен. Енді ұйқасқа тоқталайық. Ұйқас дегеніміз өлең тармақтарындағы сөз аяқтарының үндестігі өзара ұқсас дыбыстас естілуі. Қараңыздар. Бұл жерде сен де жетер мекенсің, асып өтер мекенсің деген қатарлар бір-біріне
ұқсайды. Сондықтан бұл жерде ұйқастың түрі шалыс ұйқас. О, ақтан жас, сен де жетер ме екенсің, жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің. Яғни бұл ұйқастың шалыс ұйқас түріне жатады. Балалар, енді сіздерге тапсырма. Бүгінгі ережелерді дәптерге жазып алыңыздар. Себебі алдағы уақытта біз шығармаларды талдайтын болсақ, үнемі осы ережелерге жүгінетін боламыз. Екіншіден, өлеңнің бір шумағын алып, өздеріңіз дәл видеода көрсетілгендегідей талдап көріңіздер. Балалар, қателесуден қорықпаңыздар. Яғни, оның ішінде эпитет бар ма екен? Қандай ұйқас түріне жатады екен? Қайталау бар ма екен? Соның барлығын анықтап, астын сызып, түсіндіріп, жазып жіберіңіздер. Біздің бүгінгі сабақта білгеніміз риторикалық сұрай арнаудың не екенін білдік. Эпитетті білдік. Эпифораны, яғни қайталауды, ұйқасты білдік. Яғни, оларды өлеңнен табу жолдарын үйрендік. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Және сендердің тапсырманы мұқият орындайтындықтарыңа сенемін. Сау болыңыздар.